Сәлем достар, бізде бар арнасына қош келдіңіздер. Сіздермен бірге достар, мен Айша. Менің каналыма қош келдіңіздер. Және де менің каналымда бүгін бір күшті зат. Міне, бұл мынандай микрофон. Неужели бұл микрофонға қолымыз жетті? Неужели подключениесін барлығын істедік? Енді қазір бүгін бізде влог болады. Сіздердің өте көп күткен влогтарыңыз. Себебі менде каналымда влогтар аз шығып жүр. Себебі ол мектепке байланысты. Мектептің әсерінен мен вообще еш жерде шыға алмай қалдым. Уақытым болмай кетті. Енді неужели қазір влог түсіріп жүрміз. Бұл влогта мен папамдармен, барамын. Папамдармен ваннаның бір нәрсесін алу керек. Мен сіздерге осыны пайдаланып влог түсіріп жатырмын. Ол ғана емес, қазір тағы да басқа нәрселер істейміз. Вот сол кезде сіздерге түсіріп көңілдеріңізді көтеремін. Кеттік. Сіздер міндетті түрде лайк басыңыздар и тіркеліңіздер. Кеттік. Хамитжандар бірінші шаш қысқартады. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. Қазірге Мұхамеджандардың мастерлері жоқ екен, сондықтан да 5-терде ма жазылып қойды. Сол 5-терде келеді өздері. Или біз барамыз, білмеймін негізі. Қазір енді біз жаңағы ваннаға керек заттарды алуға барамыз. Зеленый базардың дәл қасында. Достар, біз келдік. Көк базарға енді қазір керекті сол затты алғамыз. Осындай бір нәрселер іздеп жүрміз, әйтеуір өзім де білмеймін не екен. Әйтеуір душқа бір нәрсе. Мынау екінші магазин уже. Неге аламыз тесқаны? Қараңыз. Гранат вообще шикарно. Ягодалар ірі бүгін. Бір балдар алмады. Килограмм сливающий прилив. Алма алып жатырық еще. Достар, міне. Біз, мынандай не алдық? Гранат алдық, анар и клубника. 2 пакет алдық сразу. Өте үлкен. Ой, үлкен емес енді. Мынау күшті. Жеп көреміз, эмоция қандай болады екен көреміз. Достар, біз барлығын болдық. Енді үйге қарай шығып бара жатырмыз. Үйден шығып, содан кейін біз видео түсіруге барамыз. Достар, біз видео түсіріп болдық. Енді үйге қарай бара жатырмыз. Төртеуміздің қолымызда 2 чипсы, барлығы неужели істеп болдық. Енді үйге қарай бара жатырмыз. Біздің түсірген 2 видеомызда, звуктар өшіріліп қалған. Бірақ біз мұңаймай, оны үйге барып қайтадан істейміз. Мамам бәріміздің жылағымыз келіп әрең жүрміз, себебі сонша еңбек, бірақ звугі өшіріліп қалған. Бесит. Достар, біз енді 2-ші видео түсіруге бара жатырық. Қазір Леонардодамыз, мамамдар бір видеолар түсіріп жүр. Сол видеоны жақында шығады Аржан каналында. Күтіңіздер. Достар, кстати, менің микрофонмен түсірген видеоларымның жаңа біз Магнумдан түсіріп келдік. Солардың, барлығының озвучкасы істелінбей қалған. Соларды үйге барып, қайтадан озвучкамен түсіру керек. Және де влогымның да кейбіреулері озвучкасыз болып қалған. Үйге барып, енді соның бәрін қайтадан переделать ету керек. Озвучка жазу керек. Енді сол микрофонмен түсіру, оказывается, опасно. Сонша еңбегіміз бүгінгі үйге барып қайтадан переделать ету керек.
Айша алып жатыр. Менің Каспиімдегі лимит ашылды, а то всегда Каспиімде лимит қойып тастаған. И, короче, аша алмай қалдым, Каспиімден төлемей қалдым. Иә, Айша 3-4 күн болды Каспийнан төлей алмай. Лимит ашылғанына мәз болып жүр. 4000 теңге. Каспийде еще 4000 теңге бар, соны жұмсай алмай жүр ғой. Достар, мамамдар видео түсіріп болды. Ал мен андай чупа-чуп салдым. И еще мынандай чупа-чуп салдым. Dostlar biz uygun içeceğiz. Sen dostlar. Достар, міне алдық. Достар, мен жаңа айтқанмын, Каспийде неужели ашты деп менің лимитімді. Және де қазір сол Марвиннен, тағы да Марвинге барам. И сол жерден алмазный картинка алам, себебі үйде жұмыс кетеді. 1300 теңге тұрады. Мне мынаны 1290. Сосын алам. Қандай рисунок. Бұндай менде бұрында болған. И мынау екіншісі менде штук бойынша. Комментарийге жазыңыздар, сіздерде де осындай болды ма? Достар, міне хобби тайм. Короче, мынандай бір нәрсе. Бұндай мен всегда алдыңғы жылы істегенмін. И вот қазір екінші рет. Достар, қатты қуанып тұрмын алғаныма, неужели? Бұрыннан бері алғым келіп жүрген, бірақ лимит болғандықтан алмағанмын. Шу өзім ақшам алғым келген. Неужели енді уақыты келді? Хамелжан осындай бір, короче, өтірік қолын қатесіз елеп жүр. И осындай бір спортмастерден бір нәрсе алды. Еще мынандай шапка алды. Сұр. Қазір басына киіп көрсетеді. Достар, мен келдім. Және мен қазір сіздерге мынаны көрсем обзор. Мен туалетте жүріп, себебі менде барлығы ұйықтап қалды үйде. Сондықтан да түнде маған осылай түсіруге тура келеді. Суретім мынандай болып шығады. Мен оны қазір істемеймін, просто сіздерге обзор түсіремін. Себебі бәрі ұйықтап жатыр, және сағат бізде уже скоро 1 болады. Все, давайте куреміз. Андай коробочка. Және андай картонкасы. Мен негізі өте қатты жақсы көремін. Осындай алмазыйларды қатты. Андай суреті бар. Және де осындай не түстерім. Негізі бұның түстері азырақ екен, менің бұрынғы суретіме қарағанда. Менің бұрынғы суретім өте үлкен болған. Андай кішкентай, бірақ тоже әдемі. Так. Мен оның құралдары. Бірінші құралы не осындай. Бұны сіздер істеп көрдіңіздер ме, жазыңыздар комментарийге. Ручкасы мынандай, короче, өте күшті.
себебі у меня мынандай біреуі бар және де мынандай үшеулігі бар. Это же просто кайф. Қазір менде еще мынандай комбине бар. Бұның ішінде менің бұрынғыларым бар. Қазір мен сізге оны да көрсетемін. Мен үшін мынаны көрсетіп алайын. Менде бұрынғыда мынау ғана болған, мынау болмаған. А мына жерде мне мынандай қандай кайфовый. Тағы да бізде мынандай обычный клей специальный. Осыны мне пленканы мне бүйтіп ашады. Және де сол пленкаға бүйтіп батырып барлығын клейдеп алады. Бисерді. Бисер деппін ғой, короче, түсіндіңіздер ғой. Сондай қызыл болады бәрінде. Мынандай 2 тал нем, 3 тал пакетики. Олар артылып қалса, үстінің ішіне сала салады. Және де мынандай өзінің специальный корзинасы. Осыны бисерлерді, алмаздарды, короче, мынаның ішіне төгеді. Және де бисерлердің өздері. Неше түс, мынандай, короче, өзі үлкен. Кейбіреулерінде мынандай кішкентай. Короче, күшті. Енді қазір сіздерге көрсем, өзімнің бұрынғымда. Бұның ішінде мынандай всякие өзімнің істеген творчестволарым. Мынаның ішінде тоже сондай бисерлер. И міне ол менің бұрынғы бисерлерім. Мен бисер деп айта беремін, алмаздарым. Тура сондай. Еще мен біреу артылып қалған менде. Және де жаңағы ручкасы. Міне ручкасы мен біреу ақ болған. А вот мынандай екеуі, көрсетер ме? Күшті. И мынандай жаңағы клейі уже барлығы тесіліп тастаған. Енді егер анау клей бітіп қалса, мынаны алсам. Короче, өте удобно. Сонымен менің суретім мынандай, еще оның пленкасы болады, мен кім білмейді. Және сол пленканы ашып, суретін істеу керек. Менде бұрынғы суретім ол менің соныкі болған. Сол мысықпен. Және де достар. Бұны естеріңізде бар ма, жоқ па білмеймін. Сол мен қазір осыны ашам, бірақ туалетте ішпеймін. Қазір енді мына заттардың бәрін әшке салып тастайын. Мен бұны бірақ қазір жемеймін, себебі туалетте отырмын. 2,000 years later. Достар, осымен мен видеомды аяқтаймын. Сонымен менде сіздерге рахмет осы жерге дейін көргендеріңізге. Менің бүгінгі алған заттарым және де менің блогерлік күнім ұнады деген ойдамын. Сондықтан да міндетті түрде мені қолдап лайк басып үлгеруді ұмытпаңыздар. Мен сіздерді барлықтарыңызға жақсы көремін. Ой болса, сізбен қоштасам, қош сау болыңыздар.